Добрый вечер, дорогие друзья! Вот-вот начнется долгожданный финал КТЛ ДАОС. Наши участники все усердно готовились, и помогала им в этом сама Лапай. А сейчас посмотрим, что они скажут. Я прошел финал, и я думаю, что это очень хорошо. И я должен победить в этом конкурсе, потому что это для меня как бы хорошо. Я спокойна. Даже если я не пройду, не получу место, я не расстроюсь, я уверена в себе. Мен финалға өткеніме өте қуаныштымын. Және де қалған сайыскерлерге сәттілік тілеймін. Я вообще не надеялась, что я пройду в финал. Я очень счастлива. Я рада, что я прошла в финал. Мы, конечно же, рады, что мы прошли финал. Это большое для нас достижение. И, конечно же, мы нервничаем, так как у нас серьезные соперники, которые намерены выиграть. Но и мы не будем отставать, мы тоже будем бороться, чтобы выиграть. Ага. Мы очень рады, что мы прошли в финал. Сейчас готовимся и надеемся, что все будет супер. Надеемся, что первое место будет наше. Енді шын мәнінде өте бұл керемет бір бағдарлама. Мен енді алдында да мектептерде директор болдым жалпы. Бірақ бізде бұл жалпы жаңа әзіл-сықақ театр сияқты, КВН сияқты өтетін еді. Бірақ бұл мектепте енді сіздердің жалпы азамат ағайын болсын барлықтарыңыз бір оймен осындай бір жақсы бір бағдарлама ойлап тауыпсыздар. КТЛ ДАОС деген. Бұның ең өзгешілігі де бұл 1.90-да емес, 3.90-ға бөлініп, этап-этап балалардың іріктелуі. Бұл да балалардың шын мәнінде басынан көп көңіл бөлінді. Алдыңғы мысалы YouTube-ге қойғандарыңызды, жалпы клиптеріңізді көрдім. Өте керемет, барлығына ұнайды. Мысалы соңғысында көрдім, мен соңғысында білесіздер 4-5 топ, жалпы 4-5 1-2 бала групп топтар олар шығып кетті. Бірақ соңына дейін бір 5-6 топ қалды. Бұл оқушыларға шын мәнінде жаңағы тек қана білім емес, бір жеңілдік береді деп ойлаймын. Жалпы сабақтан кейін осындай бір рекреация деп аталады ғой, рекреация, демалу, бір балалардың шығармашылығын дамыту, жаңағы қабілеттерін ашу деген сияқты ашу үшін бұндай іс-шаралар өте керемет. Да, конечно, нравится. А чем? Вот на Voice of KTL ученики, участники могут показать свои разные способности, там, не знаю, актерское мастерство, свои вокальные данные. И также мы всей школы собираемся и болеем за наших фаворитов. Да, там очень круто и классно поют. Мен ойымша КТЛ ДАОС керемет бір жоба. Неге олай ойлайсыз? Өйткені ол балалардың шығармашылығын дамытады. Да, нравится, потому что это очень классно. Когда участники, они показывают свои голоса, и интересно послушать, какие они талантливые. Очень прикольно. Енді менің фаворитім деген кезде болған жалпы бір фаворитім басында енді бір Рауфты енді көрейін деген, бірақ Рауфты қарадым, мен Рауф біраз күлкісін жасағасын. Менде қалай еді? West Coast деген топ бар, солар менің негізгі фаворитім, өте ұнайды. Өйткені 3-4 баланың бірігіп инструментпен айту бұл жай ғана бір нәрсе емес, өте талант керектіреді, және бірге жұмыс жасау, бір-бірінің ойын тыңдау, бір-бірін сыйлау, шын мәнінде осы қабілеттер талап еткеннен кейін бұл жақсы бір жұмыс. Негізгі фавориттерім West Coast. Тағы да бір фаворитім бар, бұл Алмас Туткушев пен Олжас Усенов. Шын мәнінде білесіздер, жалпы барлығыңыз Алмас өлең айтқан кезде бұл өзгеше бір бала. Олжаста оны бір-бірін екеуі орысқан дополняет бір-бірін. Олар да менің фаворитім осы West Coast пен Олжас және біздің Алмас. Ну, конечно же, фавориты это West Coast. Марал, Алдияр и Рауф самый лучший. Ну, Марал и West Coast.